жүру бізге өзіміздің жұмысымыз енді бүгінгі күні бойынша. Бүгінде кейінгі филиалды басқарып отырған Айнұр Жүгініс деген ішінде 175 филиал ашылған екен. Содан біз Павлодар 160 енді кісінің мақсатын насихат жасап жатқан жайы бар. Жаңаға бөліп әр қыз баланы тәрбиелеу. Енді ұстаз болып, әжелер болып бірігіп жүріп, осы бір мектепте әже мектеп клубын ашып дегендей, әженің аяғы әлі қаны деп, мысалы, кіргізіп, сол жерде әжелер тобын жинап, ол әже қайдан жинаймыз? Жаңағы 5 сынып 1-ші класқа келген балалардың әжелерімізді жаңғырту керек. Өзіміздің қазақи нақышта киініп, ұялмай жүретіндей жағдайға жеткізуіміз керек. Балалардың күнін, өмірге деген олардың да көзқарасын өзгерту керек. Олар тек қана қазіргі күні телефон. Кішкентай бала туа сала 1 жастан бастап телефон. Оның бәрі телефонда ғана қалып жатыр, адамның жүрегінде, бойында қалдыратындай жағдайға жеткізуіміз керек. Білім баласынан бар, қол шебері бар деген сияқты, сөйтіп орталарындағы жұлдыздарды, таланттарды ақын ортаға қосты. Енді Қазақстанның 30 жылы болды ғой, Назарбаев құрғаны. Сол жарайды емендік болдық. Сол кездерде Нұрана әлемі бірлестігі деген құрылған. Зара Қабдешқызы басқарды. Иә, Зара апамыз тамаша басқарды ол кісі. Сол кезден бастап, мынау аналарға деген көзқарас кішкентай енді ауылдық жерлерде көп өзгерді. Енді облыстың төңірегінде аса бола қойған жоқ. Ол кісі өзі қыз сыны, келіндер сыны, жігіттің сұлтаны, сондай дегенде өзінің тілегін айтып, өзінің жаңағы беретінін беріп, сөйтіп қошеметтеп отыратын ол кісі. Әрбір фестиваль сайын концерттерге беріп, балаларына үйретіп жатыр. Қазіргі күні қазақша киімді насихаттап киіндіріп, сол кісілердің кісінің қолына шыққан көйлегін, кимешегін, күндігін тағып бізде қуанып, Павлодар қаласынан бір кісі шықты ғой деп жатырмыз өзіміз қоғамның ішінде. Қаншама жылдардан бері ақжаулықты аналардың ортасынан талантты аналар шығатын, ертеңгі ұрпақты тәрбиелейтін, оларды қалдыратын. Оның бәрін жаңағыдай ақсаңдап деп ашып қойып, ол жерде бәрін жинақтап жатыр. Жұмыс жасады, содан көбінесе ол кісінің жасаған жұмысы мынау не болатын? Жетімдер үйі, қарттар үйі. Содан кейін сондай көмек керек болып жатқан отбасылар. Соларға үлкен көмегін тигізген анамыз болды. Аналар дәстүрге жол, дәстүр салтты дәріптеу. Оның ішінде өнерді, серілік өнер, ақындық өнер, жыршылық өнер, кереметтей бүкіл киелі өнерді дамыту. Тек анау жоқ жітік адамдармен ғана шектеліп қалмай, өйткені дәстүрге жолды әрбір ата-анаға, әрбір не сайын, квартал сайын, әрбір ай сайын келіп, сіздерге үлкен көмек жасай алады. Мынау жас мұғалімдер болса, бірдемеге қатысатын болса, жастар қатынасатын болса, болып жатады ғой, сондайларға көмек керек болатын болса, 100% сіздерге көмектесемін. Бүгін менің жасаған 40 жылғы жұмысым осы. Сіздер болды, біреуі жаңағы Ақбет Армыр болды. Культурада қызмет істегендіктен мұғалімдердің қал жағдайын біле болмайды екен. Сол 4 жыл істегенде мен айтатын өзім, мынау сендердің немене өзі? Қағаз жазу ма, бал оқыту ма? Екінші районаға да барып кәдімгідей айтқан. Немене мынау? Тоқтатса, ол үйінде іздей ме, оны кім қайдан келеді дегендей мағынада біраз сөздер де болған. Сондықтан енді мен өзім 40 жыл жұмыс жасағанда жаңағы енді айтпай-ақ қояйын, 1-ші класстан бастап 80 жасқа дейінгі адамдармен жұмыс жасадым. Оның ішінде жастар да бар, мұғалімдер де бар, барлығы бар, орта жасы да бар, кәрісі де бар, түгелмен жұмыс жасадым. Сондықтан маған түгел бозғыстың несі сіздерді тани аламын. Мен олардың психологиясын жақсы танимын. Сондықтан мен бұлай өмірде строгий сияқты болып көрінгенмен, бірақ маған обращать етсеңіздер, бірталай нәрсені шешіп қаламыз. Болса көмектесемін. Осындай салалармен, сосын оралған бөкей байқауы, жаңағы етпей, маған көмек сұрауларыңызға болады. Қазір зейнетке шықсам да 5 жыл бұрын жұмыс істеп жатырмыз. Медицинский диетологпын. Жұмысымызды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Сұраныс қазір медиктер. Бізде қағаз жұмыс көп қой, сондықтан көп істегісі келеді, бірақ енді шақырғанымызды істеп жатырмыз. Енді менің өзім хоббиім деп қоюға болады. Өзім әке-шешем атынан қол шебері болады. Әкем облыстың бойынша 91 жылы Қазақстан бойынша қолөнердің бірінші орны. Ол кісі қоңыр сайман жасаған. Ұстаз болып істеді. 48 жыл ол кісі пенсия шықса да 48 жыл ұстаз істеді. Заслуженный учитель казахской ССР болған кісі әкеміз. Бірақ қолөнерін ешқашан бастаған жоқ. Мен бала кезімде есімде, әкем жұмыстан келіп шаршап кетті, бір жарты сағатпен болады да, сосын
біреуге умывальник істейді, біреуге ананы істейді, сондай өзі тиыш отырмайды кісі. Сол 91 жылы неге Алматыға ВДНХ-да выставка болды, сонда бірінші орын алып, әкемнің жұмысы Франция, Германия, Турцияға кетті. Сонда Франциядағы кісілер біз сіздің қолыңыз сайманыңызды 150 мыңға сатып алайық, бізге сат дегенде әкем жоқ. Мен Францияда ешкім білмейді, мен өзім Павлодар облысында тұрамын, Павлодарда 7-ші ауылда. Мен өзім 7-ші ауылда үйге Павлодарға өзімнің жаңа қол өнерімді сыйлық ретінде беремін деп жаңа атаймен біздің үйіміз бар, музей. Соның ішінде әкем жаңағы өзінің қол өнерін тапсырды. Қолымызға ине ұстатып үйреткенде анама өте ризамын, жатқан жерлері жарық болсын. Әке шешем сондай олардың қол шеберлігі біздің барлығымызға дарыған. Қыздары да, ұлдары да біз барлығымыз қол шеберлігімен айналысамыз. Отыра алмаймыз, соны кей кезде балам айтады, демалсаңшы, жұмыстан шаршап келесің, үйдің шаруасы бар, деймін, отыра алмайды екенбіз. Өйткені ол ата бабамыздан қалған мұра дейді ғой, ата бабамыз, әке шешемізден қалған асыл мұра жаңа қол шеберлік. Аналар клубын ашты. Бұны ашқан себебім, өйткені сөздеріңіз білесіздер, Ақсуда көп ұлттық не қала қазақтарды кішкене көтеру, қазақтардың жаңағы қыздарын. Мен көбінесе жұмыс істеймін мектептермен, мектепте жаңағы қыздарға тәрбие, отбасынан басталады деген тәрбие. Сондықтан біз көбінесе сол тәрбиемен айналысамыз, жаңағы қол өнерімен айналысамыз. 2020 тарымызды көрсету, ата бабамыздан қалған салт дәстүрлерді көрсету, үйрету, қол шеберін үйрету. Абай атамыздың 33-ші қара сөзінде айтқан, егер мал ұстағың келсе, қол өнерін үйрен деген. Өйткені біздің ата бабамыз қандай киелі адамдар болған, қасиетті адамдар болған, барлығы өз қолдарынан өздері жасап жатқан. Например, мал ұстау үшін сен қол өнерін үйрен деген, мысалы, мал ұстағанда, например, қойдың етін жейтін жағына, қойдың жүнінен жаңағы тоқиды, қойдың үнінен жаңағы өздеріне киіз басады, киіз басқан, иә. Содан ерінбей, сол қол өнерді әрмен қарай дамыту департаментті осы мені неткенде, мен декретте отырғанда мен қол отырғым келмейді, қол бос. Мен барып үйренемін. Ол қазір былай жақсы екен. Ательеге барасың, ақшаңды төлейсің, керек нәрсені үйренесің. Ол өзіне көйлек тігеді, өзіне 2 пальто тікті, маған тікті, қызына спортивка тікті, өзіне тікті, жоқ. Үйренсе екен, қол шеберлігін тек соткаға отырмай көріп, қыздар сендер соткаға қанша уақыт кетіресіңдер. Мына сендер көрдіңдер, жапқан есімді ұмытып қаласыңдар. Оның керек жоқ сендер. Сендер қол шеберлерімен Абай атамыздың сөзінде, қара сөзінде айтқан, өнер ешқашан өлмейді. Ол қалады. Жұт болмайды, мал жұт болады деген. Рас мал жұт болса да, өнер әрмен қарай жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа жасалады. Жақсы болсын десек, сол балалардың тәрбиесін қолға алайық. Жаңа салт дәстүрді айтып, салт дәстүрді әдет қыздан қырық жерден тыю деген қазақтың көп жақсы өнегелі сөздерін ұстаған қойып, қыздарымызды дұрыс жолға салайық. Қазір қарасақ қыздарымыздың көбінде кимешек, біздің қазақ дәстүрлі кимешекті не үшін біз бұлай қолға алып жатырмыз? Қазір қарасақтар мына біздің қара киіммен, шоландатып ұзын киіммен жүреді. Ол бізді киіміз. Кей кезде қыздарды көреміз, соны айтып береді, ай қызым, ай сен қызым, қаным қазақ, сен түрік емессің ғой. Турцияда біздің қазақтың киімін ешкім кимейді. Бізде ол өткен жердің киімін біз неге киюіміз керек? Дәстүрлі жол мақсатымыз бәрін білдіңіздер. Енді қазақ халқы қасиетті халық, қазақ сөзін былай да оқуға болады, былай да оқуға болады. Иә. Бірінде қазақ, бірінде орыс көрмесеңіз тыңдар болса, Абай атамыз айтқандай, қазақ халқы қонақжай, бауырмал халық. Қазақтың толып жатқан салт дәстүрлері бар. Бала толғаннан бастап ол кіндігін кеседі, ары қарай қалжасын береді, кете береді. Кесумен байланысты көп нәрсе бар. Бала толғанда кіндігін кеседі, одан кейін қырқынан шығарғанда қарын шашын алады, тырнағын алады. Қарын шашы алынған баланың қарысы қатты болады деп оны білесіздер. Одан кейін тұсауын кеседі. Тұсауындарды 3 түрмен кескен, тоқ шекпен, көк шөппен және ала жіппен. Ала жіп деген білесіздер енді, яғни ала жібін аттамасын. Алыс емеспін енді, мына кісіні жақын тартып жатсыздар, бірақ мен де сіздердің бұрынғы ата әжелерім. Ешқайда қайтып кетпейміз, көмектесеміз. Мына кісіні оң қолы менің орныма келу керек еді, сол кісінің орнына мен қол өнер шеберіне қатысып. Оны да адам ана істеріңде жатыр дейді. Неге десеңіздер, ақ пен қара бәрі қатар жүреді бұл. Жақсы мен жаман, сосын күн мен түн бәрі қатар жүреді. Жамандық болса дейді, ол сынып қалмасын бұл өмірде. Жақсылық келсе ол құтырып, тәкаппарлыққа салынып кетпесін деп. Сондай мағына береді. Философияда инь-янь деген ұғым бар, иә. Сол. Ал енді тоқ шекпен кескен, тоқ болсын, дәулетті болсын, бай болсын деп көк шөппен көктей көгерсін.
өсіп өнісінде баяғыда болғанда біз 130 жылдығында болғанда кішкентекпен кестік. Сол батамызды апалар бата берді. Енді сосын ары қарай кесу, тұсау кесу, сосын сүндетке отырғызып тағы да кеседі, иә. Сосын үйленгеннен некесін қияп тағы да кесу. Сонымен кесумен байланысты көп нәрсе бар. Сол біздің ұмытылып қалған дәстүрімізді қайтадан көрсетіп, балалардың жастардың рухтарын оятып, ұлттық киімдерімізді дәріптеп, осылай мәртебесін арттырып жүрсек, нұрсұлы нұрлы деп ойлаймын. Енді жасқа дейін ит-тақия киген, иә? Ит-тақия. Одан қатарға бүкілі тақия дейді, иә? Бүкілі тақия. Бар дейді, негізінде қазақтар қалай, иә, көз тіркемесін деп мына тақия тәрізде сонда салтаншағы бар. Көзден тілден аман болсын деп балаларға, қыздарға мындай тақия жиектелген бөріктер, қасабаны нелермен этнохумитура дейміз ғой. Этнохумитурамен безендірілген ошақтары бар, тастары бар. Оның негізінде қасабаны саукеленің орнына киген мысалы ұландардың, сосын төрелердің қанша төгіліп тұрады, атасын жауыштырады. Бүкілдеп сіздерді көріп ерекше бір қуанышқа кенеліп тұрмыз. Сол қуанышымыз жағынан болады деп ойлаймын. Енді сіздермен үнемі кездесеміз. Мынау келер ұрпақты жай ғана оқып қана қоймай, қазақтың салт дәстүрін үйретіп, нағыз қазақ қылып тәрбиелеуге сіздермен бірге қолма-қол қолтықтасып жұмыс жасаймыз деп ойлаймын.